Ассаламу алейкум, құрметті отандастар. Бүгінгі шығарылым қадір түні жайында болмақ. Жалпы ислам дінінде ең қасиетті жыл бар. Ол пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлем болсын дүниеге келген жыл. Қасиетті ай бар, ол Рамазан айы. Қасиетті күн бар, ол жұма күні, Арафа күні және тағы да басқа қасиетті күндер. Қасиетті сағат, яғни уақыт бар, ол дұға қабыл болатын сәт. Қасиетті түн бар, ол қадір түні. 1000 айдан да қайырлы бұл түннің ерекшеліктері де жетіп артылады. Қадір түннің 1000 айдан артық екендігі Қадір сүресінде ашық баян етілген. Осы түні жасаған құлшылықтарымыз 83 жыл жасалған мінәжаттың сауабына татиды екен. Ал бұл түнді жіберіп алған кісі көп нәрседен мақұрым қалады дейді ардақты пайғамбарымыз. Рамазан айында 1000 айдан артық бір түн бар. Кім оның жақсылығынан мақұрым қалған болса, шын мәнісінде көп нәрседен мақұрым қалғаны деген екен. Бұл түннің қадір түні деп атауының екі мәні бар. Біріншісі, адамдардың келесі жылғы өмірі мен өлімі, ризық несібесі, тағдыры белгіленетін түн. Екіншісі, қадірлі, қасиетті ұлық түн. 1000 айдан артық бұл түн өзге түндерден қадірі асқақ, ұлық әрі берекесі мол. Сол себепті де қадірі қасиеті мол түн деген атауға ие. Бұл жайында қадір түнде сол жылғы жақсылық пен жамандық, ризық несібе және өмірдің мөлшері тағдырға жазылады деген. Сонымен қатар жаратушы иеміз Духан сүресінде біз ол Құранды берекелі түні түсірдік дей келе қадір түннің берекелігін басып айтса, ары қарайғы аятта және сол түні барлық дана істер белгіленеді деген. Енді осы берекелі түннің сауабынан мақұрым қалмау үшін не істеген дұрыс, қалай өткізген абзал? Бұл түні жасалуы тиіс сауапты істерді былайша тізбектеуге болады. Біріншісі, намаз оқу. Ақшамнан кейін әуәбин намазын, құптаннан кейін тарауих намазын, түнде тахаджуд намазын, қаза намаздарын және түрлі нәпіл намаздарды оқыған дұрыс. Ардақты пайғамбарымыз бұл жайында кімде-кім қадір түннің қасиетіне сеніп, сауапқа кенелемін деген мақсатта түнді құлшылықпен өткізсе, онда оның өткен күнәлар кешіріледі деген екен. Екіншісі, Құран оқу. Бұл жерде егер сіз Құран кәрімді оқи алатын болсаңыз, оны өзіңіз ашып оқығаныңыз абзал. Ал егер де Құран кәрімді оқи алмайтын болсаңыз, аудио нұсқаларын тыңдасаңыз да болады. Үшінші, Алладан кешірім тілеп, одан дүние ақыретімізге пайдасы тер нәрселерді сұрау. Бұл жайында Айша анамыз Алла елшісінен, егер қадір түніне дәл түссем, онда қандай дұға айтайын деп сұрайды. Пайғамбарымыз оған мына дұғаны оқы дейді. Уа жаратушым, шынында сен жарылқауды жақсы көресің, мені жарылқай көр деген екен. Төртінші, дұғамыздың арасында елімізге амандық, жұртымызға тыныштық, иман тілеуді де ұмытпағанымыз жөн. Сондай-ақ әлемнің түкпір-түкпірінде жәбір көріп жатқан мұсылман бауырларымызға Алладан жәрдем сұрайық. Бесінші, пікірлеу. Яғни Алланың ұлықтығына, исламның ұлықтығына, Құранның ұлықтығына ой жүгірту. Айтылған уағыз насихаттарды көкейге түйу. Алтыншысы, Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим, Астағфирулла, Альхамдулилля, Аллаху акбар, Ла илаха иллалла сынды зікірлерді көбірек айту. Егер бұл зікірлерді білмесеңіз, өзіңіз білетін зікірлерді қайталап көбірек оқығаныңыз абзал. Және де жоғарыда айтылған қадір түннің мына дұғасын айтуды ұмытпайық. О Алла тағалам, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, менің күнәларымды кешіре көр деп көбірек дұға етуді кеңес береміз. Енді қадір түннің ұлықтығы мен артықшылығы жайында айта кетсек. Құлшылық етіп сауапқа кенелуге ең ұтымды кезең әрине бұл қадір түні. Ал адамның ең қорқынышты кезеңі қабірге орналастырылған кезі. Қадір түнін құлшылықпен өткізу қабірдің жарқырап нұрлануына жол ашады екен. Және де Алла елшісі
шын мәнінде қадір түні жер бетінде періштелер ұсақ тастардан да көп болады деген екен. Сонымен қатар Хафиз ибн Раджаб, ей өз өмірін ешбір игілікке қол жеткізбей өткізген адам, қадір түнін жіберіп алғандарымды қайта толықтыру үшін қолданамын, өйткені бұл түн тұтас өмірге тең келеді ғой деп айтқан екен. Шынында да қадір түні атына заты сай, адамзат баласының келешегі үшін аса қадірлі һәм маңызды. Хақ тағала адам баласына шайтанның арбауына тез көнетін нәпсіні берік сынап, өзінің аса мейірімділігімен бұл тығырықтан сытылып шығатын даңғыл жолды да меңзеген. Ол даңғыл жол қасиетті қадір түні тәубеге келіп, ықыласты түрде кешірім сұрап, жан тәнімен хаққа жалбарынып, болашағына зор үміт артып, Тәңірінің жасыл бақтары бар жұмағына жетелейтін рахым жолы. Лайым осы жол барша адамзатқа нәсіп болғай. Міне осындай сауапты амалдарды орындай отырып, 83 жылдық сауапты бір түнде қоржынымызға жинап алайық, құрметті мұсылман қауым. Алла істеген қайырлы істерімізге еселей сауаптан жазғай. 1000 айдан да қайырлы қадір түнде тілеген тілектеріміз бен құлшылықтарымызды Алла тағала қабыл еткей. Әмин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر